Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Қазақстан Халқы Ассамблеясының кезекті 33-ші сессиясы өтті. Маңызды жиынның тақырыбы бірлік, жасампаздық, өрлеу. Сессия барысында елдегі проблемалар мен президенттің саяси өзгерістерді жүзеге асыруға бағытталған жаңа бастамалары және Қазақстан Халқы Ассамблеясының қоғамдық құрылымдары талқыланды. Ассамблеяның сессиясына алғаш рет қатысып отырмын. Өйткені биыл алғаш осы ассамблея жанындағы аналар кеңесінің төрағасы ретінде мендегі бір өзімнің бір нақты өзіме бір ой түйгенім, мемлекет басшысының сөзінен біз осы халыққа деген өзінің жанашырлығын, перзенттік парызын, президенттік міндетін адал орындайтын осы жерде айтып кетті. Және бізге, жастарға, жалпы мемлекет, қоғам мүшелеріне адал азамат тәрбиелеу жөнінде нақты тапсырмалар берді. Және бір қуантарлығы, біз жалпы осы ассамблея жанындағы кеңестердің жұмысын және этно-мәдени бірлестіктердің жұмысын күшейту жөнінде осы жерде нақты тапсырма берді. Біз осы тапсырмаларды мен өзім әрі қарай жұмыс бағдарымызға, жұмыс жоспарымызға әрі қарай бағыт-бағдар ретінде пайдаланамыз. Бүгін бірлік, жасампаздық, өрлеу тақырыбында 33-ші сессияға қатыстым. Жалпы биыл бұл сессия ерекше форматта өтіп жатыр. Елімізде болып жатқан жағдайға байланысты. Енді басты мәселе, басты тақырыптар бүгін осы 10 өңірді суалып жатқан мәселе болды. Бір-біріне адамдардың, азаматтардың көмектесуі болды. Және де осы көмектескен азаматтарды марапаттау болды. Бұл өте дұрыс деп ойлаймын. Енді ассамблеяның жұмысы жайлы, мақсаттар жайлы көп айтылып жатыр ғой. Келесі жылы, 25-ші жылы ассамблеяның 30 жылдығын тойлайын деп жатырмыз. Ассамблея қазіргі таңда өзінің функциясын, өзінің міндеттерін, бағыттарын өзгерту керек деп жатыр ғой. Ассамблея ол тек қана фестивальдар өткізу жұмысы емес. Ассамблея қазіргі таңда бала тәрбиелеуге тікелей әсері бар. Ұлттық құндылықтарды, отбасылық құндылықтарды насихаттайтын аналар кеңесінің жұмысы кіреді ол ассамблеяға.